Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді пончики дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, сары май, сүт, су, қант, менде осындай құрғақ ашытқы және тұз қажет болады. Ең алдымен жылы сүтке жылы суды, ашытқыны және қантты қосып, бәрін бірге араластырамыз. Бәрін араластырып болған соң 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Одан кейін жұмыртқамызды, тұзды және ерітілген сары майды қосып, барлығын араластырамыз. Ұнды електен өткізе отырып араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу керек, сол кезде пончик воздушный, пышный болып шығады. Соңына қарай уже венчиктің орнына қолымызбен қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ, қолға жабыспайтын болу керек. Және 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Осы көтерілген қамырды өзіме ыңғайлы болу үшін 3 бөлікке бөліп аламын. Әрқайсысын осылай жеке-жеке жайып, олардан форма шығарамын. Форма шығару үшін мен стаканды және кондитерский насадканы пайдаландым. Дайын болған пончиктарымызды тағы 15-20 минут бетін сүлгімен жауып қоямыз. Қызған табаға пончиктерді бір-бірден салып, екі жағынан да қызартып пісіріп аламыз.
Дайын болған пончиктерді глазурьмен немесе сахарный пудрамен әсемдеп дастарханға ұсынуға болады. Баршаңызға ас болсын!